Егер бәріміз бір-бірімізді тыңдайық десек, бір шапалақ қойып. Ұйымшыл боламыз десек, 2 шапалақ ұрамыз. Белсенділік танытамыз десек, 3 шапалақ ұрамыз. Енді оқушылар топтарға біргеміз. Әр оқушы мына жерден өзінің бір шоколадын алып кетеді. Әрқайсымыз өз Жабайдамай алды. Бүкіл Қазақстан. Ала берміз. Кім шоколад Қазақстан алды, бірінші қатарға отырамыз. Екінші қатарға отырамыз. Тақырып 16-шы топ элементтері. Халық көкендері. Күрттен басталып, телурға дейін, солай ма? Енді қазір бәріміз дәптерге күрт және оттек. Халық көкендердің маңызды элементтері күрт және оттектің электродын. Алдыңғы сабақта металдар өткенде бірінші және екінші топтықлер теспен аяқ болады. Күрттің тату дәрежесі. Күрт қышқылындағы күрттің тату дәрежесі. Тез қатты күйде, оттек газ күйде. Күрт дәрежесі. Газ күйінде. This is gaz, күкірт диоксиді түзіледі. Бұл газ суда еріп, қышқыл ертінді түзіледі. Реакцияға суда әрекеттеседі, солай ма? Күкірт диоксиді мен су арасындағы реакция өнімі күкіртті қышқыл ретінде белгілі. Болуының қоршаған ортадан ылғалды жұтатынын білдіреді. Судың күкірт қышқылымен араласуы күшті экзотермиялық процесс. Бұдан бөлінетін жылу мөлшерінің көптігі сонша, қосылған су қайнай бастауы мүмкін. Егер күкірт қышқылы сумен дұрыс сұйылтылмаса, сұйылтып ыдыстан шашырап, ауыр күйік жарақаттарын тудыруы мүмкін. Күкірттің негізгі екі алатрон түріндегі кристалдар сақина түрінде байланысқан күкірттің 8 атомнан құралған молекулалардан тұрады. Бөлме температурасында бұл молекулалар ирек сақина пішінді болады. Күкірттің бұл алатрон реакторы ром пішінді, ромды күкірт немесе альфа күкірт деп аталады. Цельсий бойынша 95,5 градусқа дейін қыздырғанда ром пішінді күкірт моноклинді күкірт немесе бета күкіртке айналады. Ол кристалдағы 8 атомды
молекулалардың басқаша ретілікпен орналасуымен және өзгеше физикалық қасиеттермен сипатталады. Цельсий бойынша 95,5 градустан төмен температураға дейін суытылғанда моноклинді күкірт қайтадан родты күкіртке айналады. Егер ерітілген күкіртті салқын суға құйып, бірден бөлме температурасына дейін салқындатсақ, күкірттің иілімді немесе пластикалық күкірт деп аталатын аморфтық түрі пайда болады. Бұл ромбты немесе моноклинді күкіртпен еш ұқсастығы жоқ тиілгіш, созылғыш материал. Оның бұл қасиетін былай түсіндіруге болады. Тез салқындату молекулалардың ретсіз орналасуына келеді, өйткені жүйелі кристалды топ түзуге уақыт жетпейді. Молекулалар бірнеше жүйелі құрылым түзе бастайды. Алдымен күкірт моноклинді түрге өтіп, Сондағы күкірттің тотал дәрежесі қаншаға тең? 6%. Қазір дәптерге жазып алайық. Күкірттің аллотропиялық өзгерістері. Қазір біздің сабақтың барысында номер 7-ші көрсетіліп, күкірттің аллотропиялық өзгерістері. Bölge temperaturasında bu molekulalar iyilik safhasına içinde bulunur. Köpüklü bu alanda